Мама. Сонымен ұстаздар, дефектология дегеніміз бұл үлкен бір сала болды. Соның ішінде логопедия сөйлеу тілін дамытатын дефектологияның бір түрі. Бар, жүгір. Мінекей дефектология төртке бөлінеді. Сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия болып бөлінеді. Баласының бойында қандай да бір дамуындағы кешеуілдеп жатқан тұсын байқаса, ата-аналар бірден логопедке алып келеді. Алайда сөйлеу тілі бұзылуының көптеген түрлері ол орталық жүйке жүйесіне байланысты. Орталық жүйке жүйесі дегеніміз балада анасының құрсағында жатқан кезде 5-6 апталық кезінен бастап ол дамиды екен. Ойлаңыздар, кішкентай эмбрион, бір 5-6 апта деген бір айдан енді ғана асқан кезде, біз әлі жүктілігіміз ондай сезіне қоймайтын кезде баланың центральный нервная системасы дами бастайды екен. Ал ми мен жұлын ол екеуі бір тұтас жұмыс жасайды. Яғни орталық жүйке жүйесі дегеніміз ол ми және жұлыннан тұрады. Дауысын өшіріп қойса, яғни жұлынның қандай да бір зақым болса, жұлында мидың жұмысы баяулайды. Ал мида қандай да бір зақым болып тұрса, онда жұлынның жұмысы дұрыс жұмыс жасамайды. Екеуі бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Ал қазіргі таңдағы бізге келіп жатқан бастауыш сыныптың оқушыларының ішінде көбінесе қан тамыры қысылған, желкесінде қан тамыры қысылған балалар көптеп кездесіп жатыр. Себебі көп қимыл қозғалыс жоқ, тек телефонның алдында отырады, телевизордың алдында осылай телміріп, мынандай активный қимыл қозғалыс жоқ балалар өсіп қазір алдымызға келіп отыр. Бірінші, екінші сыныпта қабылдаулары жай, оқығылары келмейді, кітаптың бетін ашса түрлерін тыжайтады. Осындай оқушылар алдымызда отыр. Сондықтан, құрметті ұстаздар, әлі ол ойынды ойнай алмайсың сен, ойын бес ма? Кешірім өтінемін. Құрметті ұстаздар, мен айтқым келетіні бүгінгі тақырыпта алдымызда осындай қабылдауында жаңағы қиындық бар, мектеп бағдарламасына үлгере алмай отқан, әлі де жасы 10-да болса да 5 жастағы баланың деңгейінде отырған оқушылар бар. Себебі менің практикамда сондай оқушылар өте көп. Менің логопедиялық оқу орталығыма осындай оқушы балалар келеді. Сондықтан мен бала бірінші анасымен келген күні диагностикада баланы түгел зерттеп тексеремін. Және де анасын айтам, невропатологқа бардыңыздар ма деймін. Не үшін дейді кейбір ата-ана? Бару керек па не дейді? Я деймін. Енді балаңыздың қабылдауы нашар болып тұрса, сөйлеу тілі кеш дамыған болса, міндетті түрде невропатологқа бару керек. Көбінесе қай баладан да анасынан осылай сұрақ жауап қойып отқан кезде байқайтыным, баламның тілі анық 5 жасында шықты дейді, 6 жасынан бастап мектепке беріп тастайды. Сөйтеді да, ол баланың сөйлеу тілі енді 5 жаста шыққан бала, әлі дамуы толыққанды өзінің қатарына жетпеген баланы алып мектепке беріп тастайды. Алайда баланың физиологиялық возрасы 7-де болғанымен, ол баланың психологиялық возрасы әлі 5 жаста қалып кетуі мүмкін. Оған ата-аналар мән бермейді. Тек сырт келбетіне қарайды, ой, мына бала 7-де, келесі жылға қалса 8-де болып кетеді, бойы ұзын болып өсіп кетеді, өзінің қатарымен бірге беру керек дейді. Сөйтіп, ол баланы береді, алайда ол баланың миы, қабылдауы әлі мектеп деңгейіне жетпеген болып, қиналып отырған қазір оқушылар бар. Сондықтан міндетті түрде алдымызға қандай оқушы келеді, жаңағы қиындық болып тұрған, немесе дыбыстарды анық емес, сөйлеу тілі де түсініксіз бала болса, немесе 4 жасар, 3 жасар жаңағы сөйлемей тұрған балаларда болса, барлығын бірінші кезекте невропатологқа жібереміз.
сөйтіп невропатологтың қорытындысын алып келіңіз, содан кейін барып жұмыс жасаймын дейміз. Біз невропатологпен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Мен логопед болып баланың сөйлеу тілінің кешігіп тұрғанын байқап тұрамын, иә, мысалы ЗРР. Бірақ мен айтпаймын сіздің балаңыз ЗРР деп, немесе сіздің балаңыз ЗПР деп. Мен педагогпын, мен ешқандай диагноз айтуға құқығым жоқ. Сондықтан бұл ЗПР, ЗРР деген сөзді ата-аналар невропатологтың аузынан естіп келу керек. Және де ата-аналар оны қабылдай алмайды, өзінің баласының бойында сондай бұзылыс бар екен. Оған уақыт керек болады. Психопатологиямен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Психиатрмен де диагнозы қиын, жаңағы бұзылыстары өте көп балалар бар. Ондай балаларға ең соңынан диагнозды психиатр қояды. Кәдімгі аутизм деген қазір диагноз көбейіп кетті ғой. Аутизм деген диагнозды невропатолог қоя алмайды, оны психиатр қояды. Олигофрениямен тығыз байланыстамыз. Олигофрения деген ақыл ойы кешеуілдеп жатқан балаларды зерттейтін сала. Педиатриямен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Себебі алдымызда осындай кешігіп тұрған балалар келсе, яғни алдымызда осындай сөйлеу тілі, дамуы кешігіп тұрған баланы байқасақ, онда анасына айтамыз, педиатрға жіберіп, балаңызды толыққанды тексертіңізші. Балаңыздың ішіп жеп жатқан тағамы қандай? Көп балалар құнарлы тамақ жемейді. Осындай дамуы кешігіп жатқан, сөйлеуі кешігіп жатқан балаларды зерттесеңіздер, ет жемейді, қатты нәрсе жемейді, сорпа ішпейді. Жейтіндер тек қана құрғақ тамақ, немесе жаңа фастфуд, пицца, фри сондайларға көп әуестеніп кеткен. Сорпа тамақты менде бір 3,5 жастағы бала бар, мүлдем ішпейді. Анасы өйтіп аузын қысып тұрып осылай сорпаны құяды екен. Сондықтан мен педиатрға жіберемін, балаларды айтам. Дефицит витаминовқа анализ тапсырып келіңізші деймін. Не үшін дейді? Мен айтам, енді балаңызда бір қандай да витамин жетіспей тұр, ол сондықтан ол жаңағы үлгерімі нашар болып тұр. Мектепте де, жаңағы сөйлеуде де барлық жаңағы кешігіп тұрғаны, демек баланың бойында бір витамин жетіспей тұр. Ал көп ата-ана бар, бүйтеді, мен витамин беріп жүрмін дейді. Қандай десем, андай комплексный витамин дейді. Ол мынандай БАДы, комплексный витаминдерді бет алды жоқ бере беруге болмайды. Бірінші міндетті түрде балаға дефицит витаминовқа анализ тапсырамыз. Қай витамин жетіспей тұр, сол витаминдерін ғана толықтырамыз. Сосын ішіп жеген тағамын жөндеңіз деп айтамыз. Оны ата-анасы үйде қолға алып жөндемейінше мидың жұмысы да жақсармайды. Себебі кишка всему голова дейді. Немесе кишечник второй мозг дейді. Яғни кишечник пен ми, ішкі құрылыс пен ми бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Сондықтан алдымызда отырған қабылдау нашар, сөйлеу тілі кешіккен, үлгерімі жаңағы ілеспей жатқан балаларды байқасақ, ой, мен мына баланы не істеймін, мына баланы кеше оқытсам бүгін ұмытып қалады, бұны не істеймін деп выгорать ете беруге болмайды. Құрметті ұстаздар, себебі біз педагогпыз, біздің қолымыздан да ештеңе келмейтін осындай сәттер болады. Сондықтан міндетті түрде байқадық па, ата-анасына әдемілеп жеткіземіз, ары қарай медицина саласы көмектесу керек. Медицина мен педагогика екеуі қатар қосылған кезде барып, баланы қандай да бір нәтижеге шығаруға болады. Ортопедпен де тығыз байланыстамыз. Міне, бала маған келді, мен баланы оқытып жүрмін, жаңағы дыбыстарын қойып жатырмын, мен баланың тісіне де қараймын. Дұрыс тістену кезінде не? Үстіңгі тіс, астыңғы тісті былай 20% жауып тұру керек. Астыңғы тісіміз біздің 80% көрініп тұру керек. Ал егер де баланың тістенуі былай болса, астыңғы иек шығыңқы болса, ол да дұрыс емес. Астыңғы иек шығыңқы болса, мына жерде өздеріңіз байқаңыздар жасап, мына жерлерде тартылып жатыр, қан тамырларымыз тартылып жатыр, демек миға да қан айналым дұрыс бармайды. Немесе үстіңгі түсі түгел бет жауып тастайтын балаларда бар былай. Ол кезде де баланың дыбыстары анық шықпайды. Осындай тістенуі бар балаларды байқасақ, тағы да ата-анасына айтамыз, ортодонтқа апарыңыз, мына баланың тістенуі дұрыс емес. Сондықтан да сөйлеу тілі анық шығып тұрған жоқ. Дыбыстары жаңа ш дыбыстары деп анық шықпауы мүмкін. Оған да жаңағы тістенуінің дұрыс болмағаны кедергі етеді.
Ортопед. Ортопед дегеніміз біз бұл сүйектерді зерттейтін медицина саласы, иә. Яғни мынау бір иығынан бір иығы түсіңкі, немесе бүйтіп бүкірейіп жүретін, плоскостопия, дұрыс аяғын баспайтын, отырған кезде де дұрыс отырмайтын балалар бар. Отырғанда аяғын былайынан екі жаққа бүйтіп W сияқты бүйтіп тізесін, иә, екі жаққа қайырып отыратын балалар бар. Бұл да дұрыс емес. Осылай аяғын қайырып отыратын балалар бізге келеді, біз үнемі аяғыңды аш деп аяғын ашуға тырысамыз. Себебі аяғы былай қайырып, екі жаққа қайырып отырды ма, мына саннан былай қарай дұрыс қан айналым жүрген жоқ қой. Қан айналым дұрыс жүрмеді ма, демек миға да қан айналым дұрыс бармады. Сондықтан жаңағы иығы қисайған, бір лопаткасынан төмен түскен, омыртқасы қисайған балаларды байқасақ, жаңағы аяғын дұрыс баспайтын, ішке қарай қисық басатын баланы да байқасақ, міндетті түрде ата-анасына айтамыз. Ортопедке апарып көрсетіңізші. Себебі сүйектері қисайды ма, омыртқасы қисайды ма, тағы да бір жерде қан тамыры қысылады. Қан тамыры қысылса, миға қан айналымы дұрыс жүрмейді. Миға қан айналымы жүрмеген соң кислород да бармайды. Демек, ол балаға сіз қанша жерден үйретсеңіз де, оқытсаңыз да, ол баланың қабылдауы нашар болады. Сіз оны, мысалы, платный жеке оқытуыңыз да мүмкін, жаңағы репетитормен оқытуыңыз мүмкін. Сондықтан осындай баланың мына сыртқы келбетінен сондай бір дефектіні байқап тұрсаңыздар, міндетті түрде ата-анаға айтыңыздар. Себебі ата-аналардың байқамайтындары да болады екен. Мен осы мастер-класстарда айтып жүрмін, менде Ерқанат деген бала болған, 6 жастағы. Ол балаға жаңағы Р деген дыбысты қойып беріңізші деп келді. Сөйтсем, ол балада Ш, Ж дыбысы да жоқ екен. Сосын мен аламын да оған айтам, мамасына, Р-ны мен әзір қоймайым, бірінші Ш, Ж-сын жөндеп алам, сосын барып Р-ны қоям деймін. Сөйтіп анаға шо деп ана баламен балансирдің үстінде тұрып жұмыс жасасам, бала мынандай теп-тегіс ағаш балансирдің үстінде тұрған кезде қайта-қайта қисая береді. Не бол, шаршап тұрсың ба деймін. Жоқ, апай дейді. Тұрады, балансирді тербеліп тұрады да, қайтадан тізесін ұстап қисая алады. Сол кезде мен сол баланың футболкасын шешіп қарағанда өзім көрдім, бір иығынан түсіңкі, жауырыны да біреу төмен, біреу жоғары тұр. Сол кезде мамасы отырған, мамасына, не қараңызшы деп футболкасын шешіп арқасын көрсетем ғой. Мынаның бір иығынан түсіп тұр ма, қисық па дейді. Сонда мен байқамасам, оны мамасының өзі де байқамаған. Сол кезде байқады, ары қарай ортопедке алып кетті, сөйтіп жұмыс жасады. Лингвистикалық ғылыммен тығыз байланыстамыз, яғни тіл ғылымымен. Оториноларингология. Оториноларингология дегеніміз баяғы біздің окулист лор. Себебі балалардың қазір зрениесі де нашар, зрительный памяти де нашар, көрген нәрсесін ұмытып қалады. Және де мұрынмен демалмайды, ауызбен демалатын балалар көбейіп кетті. Байқасаңыздар, бастауыш сыныптың оқушыларына бірдеңені жазып отырса, бала бет отырады. Ауыз ашылып отырады, үнемі ауызбен демалып отырады. Мұрны үнемі бітеліп тұрған сияқты. Осындай да маған оқушылар келеді, сол кезде мен айтам, ауырып тұр ма, баланың мұрны бітеліп тұр ма деймін. Жоқ дейді. Бір күн зерттеймін, 2 күн зерттеймін, үнемі байқаймын, бала ауызбен демалады, мұрнымен демалмайды. Мұрны бір бітеліп тұрған сияқты сезіледі. Сосын мамасына айтам, ол 3-ші класс оқитын бала болған менде. Мына баланың мұрнын тексертіңізші дедім. Сосын айтам да, өйткені мұрнымен тыныстанбайды, ауызбен ғана демалады. Құрметті ұстаздар, тек ауызбен ғана демалса, миға кислород бармайды. Қараңыздаршы, ауызбен демалғанда кислород бармайды. Тек мұрынмен жұтқан кезде, міне мұрын арқылы ғана миға кислород бар. Сондықтан мұрны бітеліп тұрса, тағы да тексеруге жібердім. Мен жібергенім дұрыс бопты, жаңағы 3-ші класс оқитын оқушымның мұрнында аденоиды бар екен. Мамасы оны байқамаған. Мен байқадым, айттым, аденоиды бар екен, ары қарай емдеді. Сондай медицинаның көмегін алып кетті. Сондықтан ұстаздар, өңешінде де қызыл тіл бар ғой, кішкентай. Сол қызыл тілдің қасында да өсіп кететін аденоиды болады. Құлақтың ішінде де бір өсіп кететін өскін болады. Оны не деп аталатынын білмеймін, бірақ андай қатты суық тиіп, грипп болып ауырғанда отит болып құлаққа береді да, құлақтың ішінде де бір өскін өсіп кеткен кезде құлағы нашар естіп қалады баланың. Сондықтан осындай баланың бойында қандай да бір жетіспей тұрған тұсын байқасаңыздар, міндетті түрде ата-анаға айтыңыздар. Міне осылай медицина мен
педагогика екі жақтап жұмыс жасағанда барып біз баладан жақсы нәтиже ала аламыз. Енді мынау телевизордың алдында телміріп отқанның қаншалықты зиян екенін мен айтамын. Қазір менде зумның уақыты бітіп жатыр, 45 минутта үзіліп кетеді екен, ұстаздар. Қазір қайтадан кіреміз. Алысқа кетпеңіздер, мен сізге қазір чатқа жіберемін, ссылка, қайтадан кірейік.